Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен банановый пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Дәмі өте ерекше болып шығады. Үйде жасап көріңіздер. Мен бананның қатты піскен, яғни спелый түрін қолдандым. 2 бананның сыртын ашып, ыдысымызға саламыз. Вилканың көмегімен жақсылап езіп шығамыз. Бананымызды толық езіп болғаннан кейін үстіне 1 жұмыртқаны саламыз. 150 грамм құмшекерімізді саламыз. Жақсылап араластырамыз. Алты ас қасық сұйық майымызды құямыз. Екі 280 грамм ұнымызға 2 шай қасық разрыхитель, 1 шай қасықтың ұшымен сода және жарты шай қасық корицаны салып, алдын ала дайындап қоямыз. Ұнның бәрін бірден салмаймыз, 2 бөлікке бөліп саламыз. Осындай күрекшенің көмегімен жақсылап араластырамыз ұнымызды. Егер де сіздерге корицаның дәмі ұнамаса, салмай-ақ қойсаңыздар да болады. Пирогтың тестасы дайын болған соң, ішіне азғантай грек жаңғағын салып жіберсеңіздер, дәмі өте ерекше болады. Пирогқа арналған кез келген домалақ ыдысты қолдана беруге болады. Пирог жабысып қалмас үшін осылай сұйық май құйып, жақсылап формамызды майлап аламыз. Формамызға тестамызды біркелкі орналастырып болғаннан кейін, алдын ала қыздырылған 180 градус печкамызда 40-50 минут пісіріп аламыз.
Алдын ала қыздырылған 180 градустағы печкамызда 40-50 минут пісіріп аламыз. Осымен банановый пирогымыз дайын болды. Видео рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға жазылуды ұмытпаймыз. Сіздермен бірге Тоғжанның асханасы ас болсын.